Барша қазақстандық жәрдемақы алатындары тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылардан бөлек көптеген жеңілдіктер қарастырылған. 4 және одан да көп баласы бар отбасылар тұрғын үй кезегіне тұрып, бизнес бастауға қайтарымсыз грант ала алады. Еліміздің демографиялық көрсеткіші жыл санап артып келеді. Соның арқасында 2023 жыл Қазақстан халқының саны 20 миллион адамға жетті. Көп балалы отбасыларға кімдер жатады? Елімізде 4 және одан да көп кәмелет жасына толмаған баласы бар отбасылар мен көп балалар санатына жатқызылды. Сондай-ақ күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттері бар балалар да көп балалар қатарына қосылады. Бұл ретте баласы кәмелет жасына толғаннан 23 жасқа дейін орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алуы тиіс екенін айтарлық өткен жөн. Мемлекет көп балалы отбасыларға қандай жәрдемақымен қамтамасыз етеді? Соңғы 5 жылда көп балалы аналарға мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп келеді. 4 балаға 59.183 теңге, 5 балаға 73.988 теңге, 6 балаға 88.793 теңге, 7 балаға 103.598 теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға ай сайын әр балаға 4 немесе 14.760 теңге мөлшерінде жәрдемақы беріледі. Егер барлық құжат дұрыс болса, мемлекеттік жәрдемақы автоматты түрде тағайындалуы тиіс. Егер сіз көп балалы отбасы бола тұра бұл жәрдемақыны алмаған болсаңыз, азаматтарға арналған үкімет мекемесіне барып мән-жайды анықтап қайту керек. Видеомыз кеңінен таралу барша қазақстандықтар көру үшін видеомызға лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату 10 жасамнан кейін ұмытпайық.